Сіз қандай әкесіз? Қашанда әкенің балаға деген берер тәрбиесі ерекше. Бала әкеге қарап бой түзейтінін ескерсек, кез келген ер адам әке болу үшін алдымен өзінің жүріс-тұрысын дұрыстап алғаны маңызды. Ата-ана балаға деген мейірімін күн сайын көрсетіп, онымен бірге балаша ойнаса, кез келген баланың өмірі позитивті жағына өзгерері сөзсіз. Ендеше, балаға арнайы көңіл бөлудің ерекшелігіне байланысты қысқаша әңгімеге тоқталып кетелік. Бір ұстаздың әңгімесінен: күндердің күнінде үйде кезекті семинардың алдында қағаздарымды реттеп отырған едім. Кенет есікті қағып, орта бойлы бір жігіт кіріп келді. Жайдары жүзінен бақыттың лебі есетіндей жаныма келген бойда маған: «Ұстаз, қолыңыздан сүйсем рұқсат па?» деді. Жігіттің көңілін жықпайын деп: «Қаласаң қолымнан емес, бетімден сүй» дедім. Ол қапсырып құшақтаған бойда бетімден сүйді. «Я, жігітім, не үшін қолымнан сүйгім келді?» дедім. Қонағым ағынан жарылып былай деді: «Ұстаз, осыдан нақ 3 жыл бұрын сіздің семинарыңызға қатыстым. Білесіз бе, менің өмірім тап сол күннен бастап толықтай өзгеріске ұшырады. Сол семинардан кейін отбасыма бақыт құсы қонды. Сол үшін сізге алғыс айту үшін қолыңызды сүйгім келді. Соншалықты не айтып едім?» деп мен таңдандым. Әлгі жігіт әңгімесін жалғастырып: «3 жыл бұрын жұмыс барысымен қалаға келіп, сіздің бір семинарыңызға қатысу нәсіп болды. Семинарыңызды қорытындылай келе, адам өмірінің ең маңызды кезеңі балалық шақ. Балалық шақтың қызығына тойып өспеген сәбидің алдағы өмірі бақытты болу екталай. Ата-ананың ең басты міндеті ойын баласын ойынға қалауынша қандыра білуінде. Бұл әрбір әкенің басты міндеті» деген болатынсыз. Мен осы сөздеріңізді естіген сәтте терең ойға шомылдым. Әке болып бұған дейін баламды қандай қуанышқа бөледім мен? Мен балама қандай әкемін деген секілді сұрақтар өзіме қоя бастадым. Ойлап қарасам, өмірімде баламды қуантуға, ойнатуға немесе оған көңіл бөлуге еш әрекет жасамаппын. 9 жастағы ұлым мені көре сала, ұнжырғасы түсіп, көзіме көрінбеуге тырысады. Не үшін менен құтылуға асығатынын білемісіз, ұстаз? Не үшін? Өйткені баламды көрісімен мен үй тапсырмасын орындадың ба? деген сұрақтардан бастайтынмын. Ұлым төмен қарап орындамаған түр танытатын. Ашуға булығып, ауыр сөздер айтып, баламды қатты сөгетінмін. Сіздің семинарыңыз біткесін жол бойы ойландым. Содан не керек, үйге келіп, әйелімен ақылдасуды жөн көрдім. Кешкісін балам ұйықтағасын, жұбайымды үстел басына шақырып: «Бүгін мен керемет бір семинарға қатыстым. Бала тәрбиесіне қатысты көп пайдалы кеңестер алдым. Түсінгенім, біз баламызға жақты ата-ана бола алмай жүрген сыңайлымыз. Мейлі, сабағын оқымаса оқымай-ақ қойсын. Ең бастысы, балалық шақтың қызығынан құр қалмаса деймін. Қалай ойлайсың?» дедім. Әйелім маған: «Сен не деп отырсың? Қанша уақытыңды құртып барғандағы естігенің осы бос сөздер ме? Оқымаса оқымасын дегенің қай сасқаның? Оқиды, оқуға міндетті. Басқа балалардан қай жері кем?» деп мені түсіне алмады. Алайда әйеліме кінә тақпаймын. Қандай ана өз баласын жаман болсын дейді. Содан кейін әйелімді 3 күн жүріп әзер көндірдім. Ақырында: «Не істесең де өзің білші» деді. Кешкісін жұмыстан келгесін баламнан әдеттегіден бөлек көңіл күймен: «Бүгін достарыңмен көңілің қалағанша асыр салып ойнай алдың ба?» деп сұрадым. Ол сонда жоқ деген сыңайлы ишарат білдірді. Жылдам жұмыс киімді ауыстырып: «Олай болса неге ойнамасқа?» деп баламды аулаға алып шықтым. Біздің сыртқа шыққанымызды көрген баламның достары да жинала кетті. Сол күні кешкі 6-дан қас қарайғанға дейін көшеде ойнадық. Жаңылмасам 8-9-дар шамасында үйге кірдік. Бір керемет күн болды. Үсті басымыз шаңға малынғасын екеуміз бірге шомылып талдық. Жуынып болғасын баламды сүртіндірдім. Өмірімде бұрын соңды мұндай керемет күн өткізген емес едім. Осыдан соң жұмыстан келгесін кешкісін екеуміз ойынға шығуды әдетке айналдырдық. Бұрын балам менен қашушы еді. Енді міне асыға күтіп отыратын болды. Осылайша әр күніміз жалғаса берді. 7-ші немесе 8-ші күні балам екеуміз сырттан келіп, жуынып үстін қорғатып жатқанымда балам менің қолымнан қысып ұстап: «Әке, мен сізді қатты жақсы көремін» деді. Тілім байланып сөйлей алмай қалдым. Жүзімді жас шуып кетті. Өксік көмейіме тақалып, үнсіз жылай бердім. «Ұстаз, білесіз бе, менің қандай жаман әке болғанымды? Өмірімде бауыр етім баламнан әлгі сөзді алғаш рет естідім.
Егер бұл өмірде баламның мұндай жүрегінен шыққан жылы сөзді ести алмағанымда, қандай ғапыл күй кешер едім. Сонда мен, олай деме, ең бастысы дер кезінде мәселені ушықтырмай реттей алыпсың. Кейбір кісілер әлі күнге дейін қаталдық танытып, бала көңіліне қаяу түсіреді дедім мен жұбат. Бір күні баламның сынып жетекшісі ата-аналар жиналысына шақырды. Әйелімді бірге баруға көндіруге қанша тырыссам да, онынан ештеңе шықпады. Мұғалімдердің одан қалса басқа ата-аналардың шағымынан әбден шаршаса керек. Жалғыз баруға тура келді. Жиналысқа кешігіп келдім. Не де болса шағымды ең соңынан естейін деп артқы орындыққа отырдым. Жиналыс бітті. Ата-аналар сынып жетекшісімен жеке-жеке жолығып жатты. Бәрі жұмыстарын бітіріп кетті. Кезек маған да келді. Алдыңғы партаға жайғастым. Сынып жетекшісі бетіме қарап жымиып, айтыңызшы, сіз балаңызға не істедіңіз, деді. Мен де сасқанымнан, үлгерімі мүлде жаман ба дедім. Сіз айтыңызшы, құпия болмаса, расымен балаңызға не істедіңіз деп ұстаз сұрағын қайталады. Қандай да бір ата-анадан менің баламның үстіне шағым түсті ме, әлде үлгерімі мүлде нашар болғаны ма деп одан әрі алаңдай түстім. Сонда ұстаз, жоқ, мүлде олай емес. Керісінше аз уақыттың ішінде балаңыздың сабақ үлгерімі, тәртібі, тіпті мінезіне дейін күрт өзгерді. Бұрын сабағына селқос қарайтын, күніге сыныптағы достарын ренжітіп ескерту алатын. Айтыңызшы, оның өзгеруі үшін қандай амалға бардыңыз, деді ұстазы. Партада отырған күйде менің көңілім босап, сол жерде кідіріп отырып қалдым. Іштей, құдайым-ау, балапанымды өз қолыммен қор қылып жүрген екенмін ғой деп үйге келдім. Есікті ашқан әйелім босаған көңілімді жүзімнен көріп, не болды, үлгерімі мүлде нашар ма екен деп сұрады. Ол мән-жайды білгеннен кейін оның да көңілі орнына түсіп, одан кейін балаға деген көзқарасымыз жақсы жағына өзгерді. Міне, енді сіздің алдыңызға келіп тұрмын. Ұстаз, сізге алғысым шексіз. Маған бақытқа жетудің жолын сіз көрсетпегенде, бүгінгі отбасымның жағдайы қалай боларын білмедім. Сол күннен бері бақытты шаңырақ астында өмір сүріп жатқан жайымыз бар. Осы себепті сізге келіп сәлем беріп, қолыңыздан сүйіп кетуді жөн көрдім. Сізге Аллах разы болғай, деп ризашылығын білдіріп кетті.